Қызылорда облысы Шиелі ауданында мына қазіргі таңда мынау базардағы саудагерлерге айтатын мынау клиентпен ұрысу, айқайласу деген мәселені доғарыңыздар. Бір құдай екінші клиенттің арқасында нан жеп отырсыздар сіздер. Сосын мынау фирмадан затты алған кезде бракованный ма, ол қандай продукты, қандай зат, соны неге тексеріп алмайсыздар? Мына өздеріңіз кредит алып отырсыздар банктен қаншама миллиондап. Сөйтіп фирманың жаңағы бракованный ішуге жарамсыз тамақтарын алып, жұртпен айқайласып. Мынау өткенде шайды алдым мен. Шайы кірдің суы ма, шай ма, құдай біледі ол. Ешқандай дәм жоқ, тату жоқ шайында. Жаңа айтсам, мына Аягөз деген сатушысы менімен айтысып тұр, фирмадан алма, шай нашар екен, біз көріп, мен ішіп көріп отырмын десем, түсінбей сөзге. Сосын мынау шайды ол сатып алған кезде ашып, жаңағы көріп, демдеп алмаймыз. Оны бірден сатып алады, ашса алмайды шайды, қайттан қорабын ашылды деп. Мына шайды пробы жасатып, жаңағы бір пачкіден әрқайсысын қойып, сондай қылып істеуге болмай ма? Мынау жаңалықтардан айтып жатыр, Кения шайы, пиала шайы жақсы деп. Мысалы, фирмадан затты аласыздар, бракованный заттарды. Сөйтіп халықпен айқайласасыздар. Сіздер әкелеріңіздің жаңағы байлығымен соғып отқан жоқсыздар магазинді. Әрқайсыңыз миллиондап кредит алып соғып отырсыздар магазинді, ұстап отырсыздар. Дұрыс заттын сатып, жаңағы тексеріп алуға болады оны фирмадан. Мен шығарып атқан жоқпын деген сылтауды айтасыздар. Енді фирмадан алма десем, өзім білем, алам ба, алмайым ба деп осындай сөзге келіп отыр. Алса ала берсін, бізге де оңай емес. Алты көшені жаңағы газетін таратып, біз адал еңбегімізге адал тамақ ішуіміз керек, таза сапалы тамақ ішуіміз керек деп мен жауап беріп отырмын сатушыға. Сіздер сияқты біз бір жерде отырып алып, кредит алып, магазин ашып, жаңа фирманың бүкіл лақтырған затын сатып, халықты қинап отқан жоқпыз. Біз алты көшеге газет таратамын мен, мысалы, өз басым. Ол приказда жүрмей жатыр кейде. Ол не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Бракованный затты алады, клиентпен айқайласады. Абайлаңыздар, кредиттеріңізді төлей алмай, барлығын арестке қойып сот бір күні. Жейтін нандарыңыз таппай қалмаңыздар, мына халықпен айқайласам деп. Халық құдайдың бір аты дейді. Мына Шорабаевқа айтатын, мына саудагерлеріңіз тәртіпке салыңыз анау. Барған клиентпен айқайласып, немене ол? Айтсақ біз шындықты айттық, сотқа да апарып берем ол шайды. Прокурорға да апарып берем ол шайды. Ровының бастығына да апарып берем. Ішіп көріңіз мына шайды. Дәмі бар ма, жоқ па? Ол ондай шайды алмақ түгіл қарамайды да, мысалы, қазір. Өз арнайы жаңағы шетелдің шайларына заказ беріп, сояқтан алып ішеді. Мына шайды 1000 теңге түгілі 1 тиынға сырдың кезіндегі ақшаға да алмайтын шай анау. Аягөз деген әйелдің сатып отқан шайы. Фирмасы да жауап береді оның. Жауап беру керек. Тұтынушылар одағының назарына ұсынам. Заң аясында осыған шара көруді сұраймын.